Қызықты бір оқиғамен бөліскім келіп отыр. Біз бір досым екеуміз бір кафенеде отырдық, шай ішіп отырмыз. Мен өз үлкен ұлыммен біргемін. Андрей, ол 5 жаста, ол өзінің отбасымен, бала шағасымен. Сөйтіп біз әңгімелесіп отырдық. И кассада жоғары жағында чупа-чупстар сатылып отыр. Чупа-чупс онда үлкен-үлкен леденецтер. Сөйтіп үлкен ұлым Андрей келді да, аке, ана жердегі чупа-чупсты алып берші дейді. Без проблем, алсаң болады, бірақ шарт өзің алуың керек дедім. Самостоятельный болуға үйретейін деген ғой. Жоқ, аке, мен бара алмаймын, бармаймын. Бармасаң, онда жемейсің дедім. Папа тебе не мама. Ол, аке, чупа-чупс алып енді бар ал деймін. Жоқ, сен барып алып берші. Ол бір 5-10 минут сөйтіп жылап кетті. Мен де өз позициямда тұрдым. Жоқ, алмаймын дедім. Біраздан кейін мен оған 2000 теңге бердім. Міне, осы ақшамен барып өзің алсаң, ешқандай проблема жоқ, ал дедім. Жоқ, аке, мен ала алмаймын, сен алшы деп біраз отырдым. Түсіндім, бұл жерде уже бір тупикқа тірелген сияқтымыз. Сөйтіп пейнтхантингтағы бір метод есіме түсті. Мен былай істедім. Кассаның қасында кофеге қосатын қант, салфетка, араластыратын заттар болады. Сөйтіп мен оған айттым. Әміре, анау кассада қант бар дедім. Сол маған бір қант алып келші дедім. Жарай, барып біреуін алып келді. Тағы біреуін алып келші дедім. Екінші рет кетті. Сосын осы екеуін қайттан апарды, оның орнына басқасына келші дедім. Ол барып алып, қасымдағы отырған досым не істеп жатыр деп ойлады. Сөйтіп 3 рет қантқа барып келгеннен кейін мен аған айттым. Әміре, міне енді саған 2000 теңгең, барды чупа-чупс ал дедім. Әміре барды, апайға айтты. Апай, ана чупа-чупс аламын. Олар бүйтіп, қайсысын таңда деді. Таңдады, ақшасын төледі, сдачасын алып қайтып келді. Сдачамды берді, чупа-чупсын мәз болып сөйтіп жеп отырды. Қасымдағы досым шок болды, бірақ бұл жердегі мағына мынау. Басында кассаға бару бір қорқынышты болды оған. Неше түрлі себепке байланысты, енді білмеймін, бір қорқып тұрды, барғысы келмеді. Бірақ 3 рет қантқа барып келген кезде кассаға барғаннан бір қауіп жоқ екенін түсінді. Нормально, ешкім оны ұрысқан жоқ, тиіскен жоқ. Сөйтіп барған сайын сол қорқынышы басыла бастады. Соңында қорқыныш уже до такой степени кішкентай болды, уже чупа-чупс алуға да қорықпады. Осындай бір қызық методика. Сізде осындай жағдай бар болса, қолданып көріңіздер, бәлкім сізге де пайдасы тиер.